Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Запись экран курстың бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жалпы трейдинг курсына қош келдіңіздер барлықтарыңыздар. Алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсетіп, мықты трейдерлердің қатарынан болуға тілектеспін. Енді сіздер трейдингке осознанно келді деп ойлаймын. Трейдинг бұл оңай сала емес, бірден айтайын. Бұл жерде келіп, дәл қазір ақша тауып, дәл қазір байып кетем деген иллюзия болмау керек. Трейдинг саласы мықты білімді қажет етеді, дисциплинаны қажет етеді, және күнделікті тұрақты саудаға кіріп отыруды жалпы қажет етеді. Егер сіз сауда жасамасаңыз да анализ жасап, бүгінгі маркеттің қозғалысын қарап отыруыңыз керек. Бір күн жасап, 2 күн жасамай, трейдингті қалай болса солай жасайтын болсаңыз, онда сіз трейдингте ұзаққа бара алмайсыз. Біздің 2 апталық курсымыз 5 күн болады, бір аптада 2 күн, суббота, воскресенье демаламыз. Бірінші күннің жалпы несімен таныстырып кетейін, жоспарымен. Жалпы трейдинг бүгін өтетіміз не қаржы нарықтарының түрлері, инвесторлар. Аудио мен видеоны жауып қояйық, брокер дегеніміз не, танымал платформалармен танысамыз, және демо-шот ашып, алғашқы қадамдарды жасайтын боламыз. Екінші күні анализдің түрлерімен. Звукты басып қояйық, қыздар, жігіттер. Екінші күні анализдің түрлерімен танысамыз. Жалпы трейдингте 2 анализдің түрі болады: техникалық анализ және фундаменталды анализ. Үшінші күн жапон шамдарымен танысамыз, яғни бұл кендлстик деп аталады, немесе свечкалар. Олардың түрлері, олардың атқаратын қызметтері барлығымен осы үшінші күн танысамыз. Ал төртінші күні деңгейлерді анықтаймыз. Деңгейлер бізде маңызды техникалық анализ болып табылады. Ол жерде поддержка сопротивлениенің не екенімен танысамыз. Бесінші күні бізге қосымша индикаторлар қажет болады сауда жасайтын кезде. Осы индикаторлармен танысамыз. Алтыншы күні геп стратегиясымен танысамыз. Бұл самый сильный сигнал болып табылады жалпы акция нарығында. Жетінші күні стратегия СНР стратегиясымен танысыздар. Сегізінші күні риск менеджмент. Тоғызыншы күні брокерді ашып, счеттарыңызды тіркеп, онымен қалай жұмыс жасаймыз, сол бағытында түсіндірем. Ал 10-шы күні психология болады. Яғни 2 апта осы темаларда біз сабақ өтетін боламыз. Ар жақ 2 аптасында сіздер практика жасайсыздар. Үй тапсырмасы беріліп отырады күнделікті. Үй тапсырмасын орындайсыздар міндетті түрде. Егер үй тапсырмасын орындамайтын болсаңыздар, мен сіздерді келесі сабаққа қоспай қаламын. Осылай қатаң режим қоспасақ, сіздердің миларыңыз сопротивление жасап, сіздерді жаңағыдай кейін жасаймын, арғы күні жасаймын, запись бар ғой, мен артынан оқып алам деген сияқты жаңағыдай сылтауларды тауып беріп отырады. Ондай болмас үшін мен осындай тәртіптік шара қолданам деп шештім. Ол сіздердің алға қарай жылжуларыңызға, сабақты тиянақты мұқият орындауларыңызға көмектеседі. Оны бір не деп ойламаңыздар сіздер. Мен ақшасын төледім, мен неге шығарады деген сияқты. Ол мен сіздердің миларыңызға сопротивление болған себепті осындай режим қойып отырмын. Жалпы сабақтардың барлығына запись жазылады, запись жіберіліп отырады. Сіздер любой моментте қарап алып, түсінбеген жерлеріңізді қайтадан қарап, сұрақтарыңыз болса оны жазып алып, келесі күні сабаққа қойсаңыздар болады. Сосын үй тапсырмасын келесі күн сабақ бізде 8-де болады ғой, сол күнгі сағат 3-ке дейін жіберіп, барлығын мұқият орындап отырасыздар. Ар жағында енді сіздер бірден реал счетпен жасамайсыздар, айтайын. Бір ай сіздер осы алған білімдеріңізді қорытып, практиканы күнделікті жасап отырасыздар. Демо-шот ашып, демо-шотпен анализдерді пайдалану арқылы сіздер сделкаларды ашып, жауып, солай $1000 счет ашасыздар, демо-шот. Соны сіздер позиция ашып, 100 позицияны плюске жапқанға дейін сіздер нені пайдаланасыздар, солай демо-шотты пайдаланасыздар. Содан кейін барып, сіздердің қолдарыңыз үйренгеннен кейін барып, реал шотқа өтесіздер. Бірден реал шотқа өтпейсіздер. Түсінікті ма? Осы жерге дейін түсінікті ма? Түсінікті.
Енді қазір мен бірінші сабағымыздың слайдын қосып алайын. Жалпы трейдинг дегеніміз не? Сабақтың уақытын айтып кетейін, иә, сабақ 40-30 минут болады. Бір зумның уақыты сондай. Біздерде 1 сағаттан артық негізі информация көп болса, миға нагрузка болып кетеді. Трейдинг бұл оңай сал емес. Сол себепті жеңілдетіп 30-40 минуттан алып отырмыз. Енді трейдинг дегеніміз не? Жалпы трейдинг дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда сауда деген мағынаны білдіреді. Яғни пайда табу мақсатында акцияларды, валюталарды немесе тауарларды алып сатумен айналысуды біздер трейдинг дейміз. Қазір құттай күте тұрайық, бір студент кіре алмай отыр екен. Гүлбану, мен енді запись жіберемін, иә, сабақ басталып кетті. Запистен қарай қоярсың. Яғни пайда табу мақсатында акцияларды алып сатумен айналысатын саланы трейдинг деп атаймыз. Жалпы трейдингтің 3 түрі болады. Бұл біріншісі форекс нарығы, акция нарығы және криптовалюта нарығы. Форекс нарығы деп отырғанымыз валюталармен сауда жасауды айтамыз. Әр елдің, әр мемлекеттің доллармен ара қатынасында осындай валюталардың көтеріліп түсуінен адамдар ақша тауып отырады. Біз оны форекс саласы деп атаймыз. Ал акциялар дегеніміз белгілі бір заттың, мысалы бренд өнімдердің акциялары болады, солардың акциясын сатып алу арқылы пайда табуды акцияда айтады. Ал криптовалюта бұл монеталардың түсіп құлауынан пайда табуды криптовалюта дейміз. Негізі алтын нарығы бұл жерде форекс нарығына жатады, алтынмен сауда жасауда. Ал акцияда ол қолға ұсталатын бренд өнімдердің активтерін айтамыз. Ал криптовалюта бұл жерде монеталар, иә, бұлар көзге көрінбейді. Тек жаңағыдай кезінде мысалы биткоин деп айтады, бір монетаны алып, соны алып сату арқылы жаңағыдай нарыққа шығарып жіберген. Монеталардың да бірнеше түрлері болады. Жалпы криптовалюта нарығы кішкене опаснылау. Біз ол жерде сауда жасамаймыз, форекс пен акция нарығында сауда жасайтын боламыз. Жалпы біз акцияларды қайдан алып, қайдан сатып отырамыз, иә? Жалпы акциялардың барлығы ақш қор биржасында тіркелген. Бізге белгілі NASDAQ қор биржасы, бұл ең алғашқы рет осы Нью-Йорк штатында 1792 жылы әйгілі Уолл-стритте 24 қаржы брокер кездесіп, осындай құнды бағалы қағаздарды алып сату арқылы комиссиядан табыс тауып, осылай NASDAQ қор биржасын құрған болатын. Жалпы NASDAQ қор биржасында қазіргі таңда 4000-нан астам ірі компаниялар бар. Біз акцияларға сауда жасайтын болсақ, осы NASDAQ қор биржасының құрамына кіретін акциялармен сауда жасайтын боламыз. Жалпы трейдерлердің түрлері 3 түрі болады. Мына жерде екеуі жазылыпты. Дей трейдер бұл күнделікті сауда жасайтын адамдарды дей трейдер дейміз. Мысалы бір күннің ішінде сауда жасап, саудасын аяқтайтын трейдерлер. Яғни келесі күнге позициясын ашық қалдырмайды ондай адамдар. Дей трейдерлер күніне өзінің 3-4 сағат уақытын арнай отырып, 2-3 немесе одан да көп позицияны ашып жабу арқылы күнделікті өзінің депозитінен 1-2% үстінен ақша көріп сауда жасайтын трейдерлерді дей трейдерлер деп атаймыз. Ал swing трейдер дегеніміз, бұлар бір немесе бірнеше күн ішінде позицияларын ашық қалдырады. Олар айға немесе бірнеше 3-4 ай немесе жарты жылға дейін өз позицияларын ашық қалдыратын трейдерлерді айтамыз swing трейдер деп. Олар аптасына тек 1-2 сделканы ашады да, мысалы ең құлап кеткен акцияларды қарап отырып, сол астынан сатып алып, сол жерден позициясын ұзақ мерзімге көтеріледі деп ашық тастап жүре береді. Оларды swing трейдерлер деп айтамыз. Олар өзінің табысынан 5-15% табыс табатын трейдерлер. Және скальпинг деген бар. Скальпинг бұл моментально 1-2 секунд арасында немесе минут арасында тез ашып жауып сделкасын солай пайда табатын адамдарды скальпинг дейміз. Яғни 3 түрі болады: дей трейдер, swing трейдер және скальпинг.
Нарықтағы уақытқа келетін болсақ, жалпы қор биржасында акциямен жұмыс жасайтын болсақ, бізде үш нарықтың уақыты болады. Премаркет уақыты, автомаркет уақыты және маркеттің жабық уақыты. Премаркет уақыты бұл маркетке дейінгі уақыт. Бұл кезде біздер сауда жасамаймыз. Егер акциямен сауда жасайтын болсақ, акцияның уақыты 8:30-да ашылады, кешкі уақытта, иә. Бұл Америкада таңертеңгі 9:30 болып табылады. Маркет 6:30-да ашылады, түнгі 1-ге дейін осы аралықта акциямен сауда жасауға болады. Ал премаркет уақытында 3 пен 6:30-ға дейін көбіне анализ жасайтын уақыт. Премаркеттің қозғалысы маркеттің ашылуына дейінгі уақытына өте маңызды. Премаркет уақыты жалпы бағыттың қайда баратынын барлығын болжап, осы жерде анализ жасалады премаркет уақытында. Ал маркет уақытының жабылатын уақыты түнгі 1-ден бастап ол келесі 6:30-ға дейін жалпы жабық тұрады маркеттің уақыты. Ал Форекс нарығы бізде круглосуточно ашық тұрады. Тек қана түнгі 3 пен 4-тің арасында 1 сағат демалады. Қалған уақыттың барлығында алтын Форекс нарығы ашық тұрады. Криптовалюта нарығы да ашық тұрады. Ол кезде любой момент сіз сауда жасай берсеңіз болады. Таңертеңгі 4-те кіресіз ба, таңертеңгі 7-де кіресіз ба, 12-де кіресіз ба, 3-те кіресіз ба, өзіңіз білесіз ба. Форекстің сол жері жақсы. Любой момент кіріп сауда жасап, анализіңді құрып, сауда жасап, ақша тауып алуға болады. Жалпы нарық бізде 5 күн жұмыс жасайды. 1-ші күннен бастап 5-ші күнге дейін жұмыс жасайды. Қалған суббота, воскресенье күні демалады. Өйткені бұл Америкада кәдімгідей 5 күндік жаңағыдай жұмыс уақыты да. Ал криптовалюта бұл суббота, воскресеньеде демалмайды, олар жасай береді. Енді біздер сауданы қалай жасаймыз? Сделканы біздер реал счетпен ашып, бірден маркетке кіріп сауда жасап кете алмаймыз. Біздерге арнайы трейдинг вью сайтында бізге арнайы демо счет беріледі. Демо счет арқылы біз виртуалды ақшаны өзіміздің кошелегімізге аламыз. Сіз кез келген сумманы бұл жерде алсаңыз болады. $100 аласыз ба, $200 аласыз ба, $1000 аласыз ба, $10,000 аласыз ба, кез келген ақшаны доллармен демо счетпен кошелегіңізге толтырып қоясыз. Бұл сізге практика жасауға, анализіңіз бойынша сделкаға ашып кіруге арналған сіздің демо счетіңіз. Демо счетті біз қалай қосамыз, онымен қалай жұмыс жасаймыз, қазір практика барысында сіздерге көрсететін боламын. Оны біз TradingView сайтындағы Paper Trading бөлімі арқылы қосып алатын боламыз. Енді егер біз мына айттық, демо счетпен жасаймыз деп, демо счетте біз өзіміз ақшаны шығара алмаймыз. Тек сол жерде жасаймыз, сол жерде минусқа кетсек те минусқа кетеміз, плюсқа кетсек те плюс болып тұра береді. Ал ақшаны ол жерден шешіп ала алмаймыз, өйткені оның барлығы өтірік ақша. Егер біз енді анализіміздің барлығын жасадық, оқып болдық, енді реал счетке мен дайынмын дейтін кезде біз акцияны қалай алып сататын боламыз, иә? Ол үшін бізге брокер керек болады. Брокер дегеніміз кім? Жалпы брокер бұл биржа, мана айттық қой, қор биржасы мен биржада сауда жасағысы келетін адамды байланыстыратын компания брокер деп аталады. Брокермен шарт жасасқаннан кейін клиентке ақша қаражатымен клиент сатып алған акциялардың есебі жүргізілетін биржада шоттар ашылады. Алдағы уақытта мен сіздерге кәдімгі заңды тексерілген брокерлік счеттарды беретін боламын. Жалпы брокерлердің да түрі көп. Кез келген брокерді алып, біз кез келген жерге тіркеле алмаймыз. Өйткені оның мысалы енді брокерге біз өзіміздің ақшамызды береміз ғой, қалтамыздағы. Ол брокер жабылып қалатын болса, если заңсыз, мынадай нелегальный болатын болса, ондай брокерлер болған кезінде де. Сол себепті біз заңдастырылған, зерттелген брокерлермен жұмыс жасайтын боламыз. Біз брокер болмай, біз маркеттен акцияны сатып, немесе сатып ала алмаймыз. Ешбір адам немесе компания биржаға, яғни шыға алмайды. Тек брокердің көмегі арқылы біз биржаға шығатын боламыз. Енді нарықтағы ең ірі индекстермен танысып кетейік. Мана мен айтып кеттім, NASDAQ қор биржасы деп. Біз акцияларды мысалы айтатын болсақ, аудандар деп алатын болсақ, ал индекстер дегеніміз бұлар жаңағыдай не болады?
деп айтсам болады. Акимат деп алатын болсақ, мысалы акцияларды, ал индекстер деп отырғанымыз бұлар біздің президент болады. Короче, президенттің қол астындағы президент қалай бұйрық берсе, мысалы аудандар, жаңағы ауылдар солай жұмыс жасайды, иә. Осы индекстер де дәл сондай. Насдақ қор биржасы болсын, S&P 500 болсын, Dow Jones болсын, бұлар өзінің құрамындағы акциялар, осы индекстер қалай қозғалады, сол бағытта олардың құрамындағы акциялар да солай қозғалып отырады. Мысалы, Насдақ қор биржасын біздер QQQ дейміз. QQQ-ді міндетті түрде акция нарығына анализ жасамас бұрын міндетті түрде қарап аламыз бағытын. Бірінші соған анализ жасаймыз да. Егер Насдақ құлағысы келіп, немесе өскісі келіп тұратын болса, біз ойлаймыз уже, бүгін Apple акциясының жаңағыдай құлағысы келіп тұр, өскісі келіп тұр деген сияқты. Біз осы Насдақ индексінің құрамындағы акциялармен жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы трейдингте екі жолмен табыс табамыз біздер. Лонг позициясы және шорт позициясы деп атаймыз. Лонг позициясы дегеніміз акцияларды сатып алу, яғни өсетін кезде біз лонг позициясын қолданамыз. Бай деп атаймыз. Ал егер барлық пигіне жетіп, енді құлайтын кезде біз уже шорт позициясынан, яғни құлаудан ақша табамыз. Бұл жерде екі жолмен ақша табатын болып тұр ғой біз сонда. Лонг позициясынан өсуден де ақша табамыз, және құлаудан да ақша табамыз. Екі бағыттың анализін білетін болсақ, біз қай бағытқа өсейін деп, немесе қай бағытқа дейін құлайын деп тұратынын білсек, біз кез келген позицияға кіріп өзіміздің ақшамызды таба аламыз. Мысалы, лонг позициясын қалай аламыз, иә? Қазір барлығын сіздерде платформадан көрсететін болам. Қазір маркет уақыты ашық, практика жүзінде сізге лонг шорт бағытын көрсететін боламын. Енді платформамен таныстайық. Біз акция болсын, криптовалюта болсын, немесе Форекс болсын, кез келген акция түрлерін TradingView платформасы арқылы кіріп, анализ жасап, сол жерден ақшамызды тапсақ болады. Барлық мемлекеттің барлығы осы TradingView платформасын қолданады. Ол Америкада болсын, Дубайда болсын, Сингапурда болсын, кез келген мемлекетте осы TradingView сайты барлығына ортақ болады. Сіздерге қазір сабақтан кейінгі берілетін үй тапсырмасы осы TradingView сайтына тіркелесіздер, өздеріңіздің аккаунттарыңызды жүктейсіздер, және сол платформамен танысып, платформаны жұмыс күйіне дайындап қоясыздар. Қазір мен сіздерге практика жүзінде осы TradingView сайтын көрсететін боламын. Осы жерге дейін сабақ түсінікті ма? Сіздерден бір ауыз кері байланып бере жіберіңіздер. Түсінікті. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойып, ұялмай микрофонды ашып сөйлесеңіздер болады. Экран көрінді ме екен? Экран көрінді ме? Көрінді. Бұл TradingView сайты. Қазір TradingView сайтын қалай жазамыз, қалай қолданамыз, ол жерге қалай тіркелеміз, оның видеосын бөлек жіберетін болам, сіздерге мына платформаны көрсетіп жіберейін, Кез келген Google несіне, Яндекс болсын, Google-ға болсын, TradingView деп жазасыздар, TradingView деп шықты. Осы жердегі TradingView-дің біздегі несі, знакы мындай болады, қасында view деп тұрады. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде осындай сайт шығады, сіздерде адамның суреті бар. Осы м деп тұрған, бұл мен Майра деген есіммен тіркелдім деген сөз. Осылай сіздердің аты жөндеріңіз бас әрпі шығып тұру керек. Осы жерде регистрация бөлімі бар. Сол регистрацияға кіріп, Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін мына жерде продукты деген бар. Осының продуктының ішінде суперграфиканы таңдайсыз. Суперграфикаға кіргеннен кейін осындай бет шығады, жаңа айттым. Осы бет шығады. Бұл жерде міне сол жақ шеттің жоғары жағында м деп тұр, мына м дегеніміз сіз тіркелдіңіз деген сөз, өзімнің Google аккаунтыңызбен тіркелесіздер. Мына жерде мынаны басқаннан кейін осындай тілді өзгерту, экранды өзгерту, цветін темный немесе ақ қылып қоюға болады. Бізге керекті инструменттерді айтайын. В основном тілі орыс тіліне қойып қоясыздар.
Сосын темасын өзіңіз білесіз, ақ қылып қоясыз ба, қара қылып қоясыз ба, мен в основном қара қылып қоямын. Сосын мына жерде инструменттер тұрады, иә, әртүрлі инструменттер бізге ертең анализ жасау барысында керек болады. Мына тренд линия алып барлығын сызып қолданып жасай беріңіздер, ештемеден қорықпаңыздар. Кез келген нәрсені практиковать етіп шұқылап қарай беріңіздер. Мысалы мына жерде how USDG деп тұр, иә, how USDG дегеніміз бұл gold, иә, алтынның тикер символы. Тикер символы дегеніміз мына how USDG деп қысқартылып айтылып тұр, иә. Тикер символы мысалы акция бөліміне барайық. Мына акция деп тұрған кезде мысалы кез келген, мысалы Tesla болсын, Apple болсын, олардың барлық аттары ұзартылып жазылмайды, иә, қысқартылып жазылады. Қысқартылып жазылуын біз тикер символ деп атаймыз. Тикер символ деген не деген кезде акциялардың қысқартылған атауы деп осылай жауап бересіздер. Мына Tesla деп жаздық. Tesla деп жазған кезде бірнеше Tesla шығып кетті, мына жерде. Біз оның барлығын кез келген ала бермейміз. Бізге керегі мына NASDAQ деп тұр ғой мына жерде. NASDAQ деп тұрады, немесе Американың флагы тұрады. Соны таңдаймыз. Соны таңдаймыз да басамыз үстіне. Мына Тесланың акциясы көрсетіліп тұр, мына жерде қозғалысы жүріп жатыр. Мына үзік сызық сызылып тұр ғой. Бұл мына бүгінгі күннің ашылған жері деген, ал мынау кешегі күндікі. Міне көріп тұрмыз. Мына жерде қарайтын болсақ, үш цвет тұр, иә, ақ цвет, мына көк цвет және сары цвет тұр, иә. Оны біз қалай қоямыз? Оны қою үшін мына жерде 1, 3, 5 деп тұр, иә. Бұлар таймфреймдер, яғни уақыттар. Біз өзімізге қажетті уақытты мына үшбұрышта басып, мына жанында 1 минут болса звездочка қойсақ, үш жоғарғы шығып тұрады. Өзімізге керекті уақыттар 1 минут, 5 минут, 3 минут, 15, 30, 1 сағат, 4 сағат және дневка, неделька, месяцті осылай қойып қоясыздар. Осылай сары жұлдыз жанып тұрғаннан кейін сіздер мына жерге шығып тұрады. Осы 5 минутқа қоясыздар да, мына жерде астында настройка бөлімі бар. Осы настройка бөлімінде сессия деген бар. Сессияның ішіне кіресіздер де торговые данные вне сессии деген бар, иә. Осыған мысалы мынаны алып тастайтын болсақ, бұл жердегі мына не кетіп қалады. Біздегі мына 3 маркеттің уақыты кетіп қалады. Осыған сіздер плюс қойып қою керексіздер. Міне мынаған галочка қойып қою керексіздер. Ол мына премаркет уақыты, мана айттым, иә, біздің маркеттің ашылуға дейінгі уақыты. Бұл жерде біздер сауда жасай алмаймыз. Біздерге біз қай жерде жасаймыз? Біз мына ақ зонада жасаймыз. Ақ зона бұл маркеттің ашылған уақытын білдіріп тұр. Маркет ашылған уақыты, яғни нешеге дейін жасайды дедім. Мынау 6:30-да ашылды. Астын қарайтын болсақ, міне 25 июнь 9:30 деп тұр, иә, ол Америка уақыты бойынша. Біз енді бұл маркет Америка уақыты бойынша жүріп тұрады. 9:30 дегеніміз біздің кешкі 6:30. 6:30-да ашылды, маркет бірден құлады. Тесла несі құлап кетті. Бүгін 342-ден ашылды да төмен қарай құлады. Нешеге дейін? 320-ға дейін құлады. Яғни $23 мына жерде құлады, иә. Мына жерде мысалы қалай алып сатып аламыз дейтін болсақ, мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Мына торговый панель деген бар астында, иә. Торговый панельдің ішінде мана айтты, мен сіздерге Pepper Trading деген таңдайсыздар. Pepper Trading бұл біздің демо счет. Мысалы мына жерде демо счет ашылып тұр. Мына жерде өздеріңіз счеттің мысалы балансын толтырып алсаңыз болады. $100, $2,500, $3,000 деген сияқты. Сол кезде мына жерге доступные средства деп шығып тұрады. Енді бізде демо счет ашылды. Мысалы мынау көтерілгісі келіп тұр, енді қатты құлады. $23 ол құлап кете бермейді ғой. Біз анализ жасап, осының қай жерге дейін құлап, қай жерге дейін өсетінін анализ жасаймыз алдағы уақытта, техникалық анализ бөліміне келген кезде. Мысалы мына жерден қалай сатып аламыз десек, өсіп жатыр, иә. Мысалы мына жерден шорт позициясына біз егер мына жерден 343-тен 10 штук алып сатып алсақ, мына жерден құлауға деп сатып алсақ, шорт позициясына деп 20-ға дейін құласа, ол енді 20 штуктан $10 өзі құлағанның 200 болады. 23-ге дейін примерно $400 үстінде ақша табады екенсіз, если 10 штукпен кірсеңіз. Ал 1 штукпен кірсеңіз $23 ма сондай табасыз. Енді мына жерде лонг деп айттық, иә. Лонг дегеніміз ол біздің өсу, иә. Біз лонгқа кірген кезде астынан сатып аламыз, иә. Енді өскісі келіп тұрса астынан сатып аламыз, ал құлағысы келіп тұрса жоғарыдан сатып аламыз. Өскісі келіп тұрса мына плюсті басамыз.
мен енді просто көрсетіп жатырмын сіздерге, без анализ негізі кіруге болмайды, иә. Мына жерде купить продать деп тұр, иә. Купить бізге лонг болса купить етеміз, ал шорт болса продать етеміз. Яғни купитті басамыз, мына жерде мына плюсті басамыз, сосын мына жерде рыночный, лимитный стоп деп тұр, иә. Лимитный дегеніміз, сіз мысалы бүгін кіре алмай қалдыңыз, иә, позицияға кіре алмаймын деп ойладыңыз, жолға кетіп бардым деп. Егер анализіңізді білсеңіз, мысалы 320-дан лонгқа деп мына жерден лимит қойып қоясыз. Өзі автоматом, сіз кірмесеңіз де лимит ашып өзінің ордерлерін жасап береді сізге. Стоп лоссын, тейк профитін бәрін қойып қоясыз. Ал рыночный дегеніміз қазіргі баға, қазіргі сауда уақыты деген. Біз в основном осы рыночный деген таңдаймыз. Мына жерде сізге жазылып тұр акция, неше штук акция аласыз деп. Егер брокерлік счетқа ертең біз ақша салған кезде $100 салатын болсақ, мысалы сізге неше штук сатып алуға болады, соны көрсетіп тұрады. 100 доллармен кіретін болсақ, сіз примерно $5 5 штукқа дейін Тесланың акциясын сатып аламыз. Енді сіз $100 қалай мен $340 тұратын Тесланың 3 штугін немесе 5 штугін қалай сатып алам дейтін болсаңыз, манағы брокер бізге плечо береді. Яғни плечо деп отырғанымыз, сіз $100 салсаңыз да, ішінде плечосын таңдайсыз. Ол жерде 200-ге апарып қоясыз. 200 ол сіз примерно $2000 бар деген сөз. Реал счет болса да, сіз $200 сауда жасай аласыз. $200, $100, $50 де даже сауда жасай аласыз. 340, 200 тұратын акцияның бағасында алып сата аласыз. Енді мына жерде мысалы купить деп тұр, мына жерде продать деп тұр. Егер сіз өсуге алатын болсаңыз, купить етесіз. Міне купить етілді. Мына жерде позиция ашылды. Ертең алдағы уақытта біздер осы неге трейдинг вьюға брокерімізді жалғайтын боламыз. Сол жалғаған кезде сіздердің ақшаларыңыз осы жерде шығып тұрады. Мысалы сіз $100 салдыңыз ба, мына жерде ақшаңыз осылай кірген кезіңізде плюс минусын көрсетіп тұрады. Мына пока что минус болып тұр, минус $10 болып тұр, иә. Яғни біздің кірген жерімізден сәл төмен түсіп кетті. Енді біз егер кірген жерімізден мынау құлап кететін болса, біздің ақшамыз деген ішінде бітіп кетеді ғой. Енді мынау біздің средства ақшамыздың ішінен шегеріліп жатыр. Мысалы $100 болса, мына минус 5 болып қалса, $95 қалады деген сияқты минусқа кете береді. Ал жоғары қарай шықса, онда плюс болады. Сіздің мына жердегі мынау қазір көк свет болып жанатын болса, ол сіздің анализіңіз дұрыс, бағытыңыз дұрыс, сіздің ақшаңыздың үстіне ақша қосылады. Ал астына қарай түсіп кететін болса, онда керісінше шегеріледі. Егер шегерілетін жағдайда біздер стоп лосс қойып қоямыз. Мына жерде SLTP деп тұр, take profit, бұл біздің жоғарға көтерілгенде қай жерге дейін барады, сол жерге дейін осы take profitті қойып қоямыз. Мысалы, например, мына жерге дейін барады деп мен қойып қойдым, изменить дейміз. Яғни егер 330-ға келетін болса, сіздің мана $100-ыңыз мына жерде $164 жабылады. Бұл үстіне плюс үстіне болады, $100-ның үстіне, да, сіздерге айтып жатырмын. Бірақ $100 сіз мынандай $164-ды $100 жасай алмайсыз. Мына жерде 50 штук көрсетіп тұр ғой, мына жерде 50 штукпен кіргесін, бұның бағасы қымбат болып тұр, иә. Ал сіз мына жерде 5 штукпен кіретін болсаңыз, бұл $16 немесе $17 сондай болады. Бұл егер сіздің депозитіңіз қаншалықты көп болса, қаншалықты көп штук алсаңыз, соған байланысты сіздің профитіңіз да көп болады. Ал стоп лосс дегеніміз, егер төмен қарай кетіп қалатын болса, мен мына жерге дейін өзімнің депозитімнен мысалы ақшаны маркетке минус болып қалса да бере алам деген сияқты, сіз стоп лосс міндетті түрде қойып қоямыз. Егер міне стоп лосс қойылды, мысалы мен примерно 50 штук алғасын, мына жерде көп болып тұр бағалар, иә. Егер біз 4 штук, 5 штукпен кіретін болсақ, мынау да азғантай болады. Стоп лосс мына жерге қойдым. Мына жерге келген кезде, мысалы 26-дан 23-ге дейін құлап кетті дейік, иә. Мысалы мынау қазір өспей құлап кететін болса, сіздің депозитіңізден осындай сумма ақша шегеріледі деген сөз. Ал take profit дегеніміз сіздің ақшаңыздың үстіне қосылады деген сөз. Ал стоп лосс шегеріледі. Енді бұл бізде лонг позициясына ашылған позиция, түсінікті ма осы жерге дейін? Лонг позициясына кірсек, take profit қай жерде болады? Жоғарыда болады, иә. Ал стоп лосс астында болады. Бұл бізде лонг позициясы, яғни buy позициясына кірілген сделкамыз. Енді егер мен мына стоп лоссты күтпеймін, мынау минусқа кетіп жатыр, мен ақшамды жаңағыдай бір адамдар болады ғой, мен көтере алмаймын, мына жерге дейін кетіп қалса, мына жерден X басып жауып тастасаңыз болады.
Бұл енді сіздерге практика жүзінде демо-счет болғаннан кейін сіздер алып сата бересіздер, жасап практика жасай бересіздер. Енді шорт позициясына қалай ашамыз сделканы, иә? Мына мысалы қызыл жанды біз мына жерде қызыл көк болып тұр, иә? Если шортқа кіретін болсақ, продать етеміз. Продать 50 штук рыночный таңдаймыз, міне продать дедік. Продать етілді. Егер біз құлау бағытында, мысалы жоғарыдан аштық деп ойлайық, құлау бағытында кірсек, міне қатты құлаған, иә, продать басамыз. Құлайтын кезде анализ жасап құлайды ау деген кезде продать басамыз. Ол кезде енді құлап жатқанда біздің тейк профитіміз қайда болады? Астында болады, иә. Енді біз құлауға ашып тұрық қой сделкамызды, астында болады. Тейк профит біз астына қойып қоямыз. Стоп лоссты керісінше қайда қоямыз? Үстіне қоямыз. Стоп лосс үстінде болады, ал тейк профит астында болады. Осылай позицияны лонг шорт бағытында екі бағытта да біз сауда жасап ақша табуымызға болады. Мына мына жерде плюс 3 деп шықты, иә. Ол сіздің депозитіңізге қосылатын сума. Плюс болса қосылады, минус болса сіздің депозитіңізден шегеріледі деген сөз. Басқа осы трейдинг view сайтының бетіндегі басқа элементтермен танысу үшін сіздерге қазір видео жіберемін, бөлек осыған түсірілген. Соны қарасаңыздар болады. Мысалы мына қызыл, жасыл болып қозғалып жатқандар, бұлар свечка деп аталады. Мана айттым ғой, жапон шамдары. Осы свечкалар біздің бағаның қайда баратынын көрсетіп отырады. Мына 15 минут деп тұр ғой, 15 минутқа қойған кезде мына каждый свечка 15 минут сайын жанып сөніп отырады. Мысалы мына қазір мына свечка ашылды ғой, оның бітуіне міне астында көрсетіліп тұр. Мына жағында, оң жағында тұрған бұлар біздегі акцияның бағалары. Мына 332, 343 деп тұрған бұл Тесланың қазіргі жүрген жері 325 деген сөз, иә. Соның астында минуты жүріп жатыр, иә. Бұл 15 минут аяқталған кезде осы свечка жабылып, қасына тағы свечка шығады. Каждый 15 минут сайын ашып жабылып отырады, иә. Ал егер 5 минутқа қоятын болсақ, мына свечкалердің каждыйы 5 минут сайын жанып сөніп отырады. 1 минуттан кейін қазір мына свечка жабылып қалады да, астына тағы ашылады екінші свечка. Ол 5 минут өткеннен кейін сөніп қалады да, тағы ашылады. Солай жалғасып отырады. Міне пока мына плюске шығып жатыр, иә, плюс $20 болып тұр. Ол сіздің депозитіңіздің үстіне қосылады. Мана $200 болса, примерно соның үстіне $20 қосылып отырады деген сөз. Міне 1 минутқа қойсақ, мына каждый свечка мына 1 минут бойы жанғанда, көріп тұрсыңыз ба? Уже бізде таймфрейм кішірейген сайын бізде негізі анализді жасау қиындау болады. Сөндіре қойшы. Мына тренд линия, мысалы мына жерде 1 минуттықта лонг бұзылған, уже шортқа кетіп жатыр екен. Деп осы алдағы уақытта анализ жасайтын, қалай жасаймыз, оның барлығын түсіндіретін боламын. Мына таймфреймдерді айттым, инструменттердің барлығын жазып қарайтын боласыздар. Текст жазғыңыз келсе, осы жерге жазып, практика жасап барлығын қарай беріңіздер. Бізге керек осы таймфрейм, мына инструменттер, сосын свечканың түрлері әртүрлі қылып ауыстырып қоюға болады свечканы. Бірақ біз бұның ішіндегі тек мына японский свечка деп тұр, соған қойып қоямыз. Мысалы мына ішін пустой қылып қоюға болады. Мына іші пустой болып тұр, жасылдарды қарайтын болсақ. Көріп тұрмыз ба? Мысалы линия қылып қоюға да болады. Бірақ біз японскийді таңдаймыз. Мына бізде индикаторлар бөлімі, индикаторларды алдағы уақытта қосатын боламыз. Осы индикатор керек бізге, таймфрейм керек, инструменттер керек. Сосын басқа артық ештеме жоқ, иә. Маркеттің жаңағыдай сауданың жүріп отыратын платформасы осы трейдинг view деп аталынады. Қарап көрсеңіздер болады. Мына ақ болып жатқан бұл бізде маркеттің қозғалып жатқан уақыты қазіргі. Мынау сары бізде премаркет, мына көк автомаркет. Бұл түнгі бірден бастап уже жабылып қалады. Бұл жерде біз сауда жасай алмаймыз. Бірге дейін саудамызды жасап шығып кетуіміз керек. Егер біз мына жерге дейін отыра беріп позицияны жаппай қалатын болсақ, келесі күнге қалып қояды. Келесі күні 6:30-да ашасыздар позицияларыңызды. Сол үшін күнделікті маркетте ашып, сол уақытта аяқтап тастаған жақсы. Келесі күнге қалдырмаған жақсы. Осы жерге дейін сұрақ бар ма сіздерге? Аша беріңіздер микрофондарыңызды. Микрофондарыңызды ашып сөйлей беріңіздер. Спред жайлы айтыңызшы, спред. Ау? Спред жайлы айтыңызшы деймін. Брокерге не істеймін ғой, талдау жасаймыз ғой, сол кезде ашамыз. Пока спред бізге керек емес.
Сосын плечо жайлы айтыңызшы, жаңа плечо не істемей қалдым. Плечо мана айтқаным сол $100 мысалы біз салатын болсақ Мгм. брокерде біз $100 мысалы Тесланың акциясын сатып ала алмаймыз, иә, $325 сатып ала алмаймыз ғой, енді одан біздің ақшамыз төмен болып тұр. Сол себепті брокер бізге плечо береді. Мысалы Капиталкомның плечосы $200. 200 мысалы 200-ді көбейтесіз ғой өзіңіздің кіріп отқан суммаңызға. Мысалы сіз нешемен кіретініңізді білмеймін, мысалы 10 штукпен кіретін болсақ, ол уже көп көбейтіп отырасыз, көп суммамен Иә, иә, түсінікті. көп штукпен сатып ала аласыз. Ал Эксенс брокерінде 1000 плечоға дейін беріледі. Оны брокерге ертең обзор жасаған кезде айтатын боламын. Мен немде реал счетымда $50 бар да. Енді $50 мен 5 алтын неде істеп жатырмын ғой, алтында. Алтында Мен лотты 5-ке қойып істесем бола ма бұл? жоқ. Ол бермейді ғой сізге лотты. Оны артынан айтайық та, мына жерде көбісін Түсінбей жатырмын да соны. оны ала алмайсыз 50 штукпен. Алтынның бағасы деген қымбат қой. Қазір алтынның бағасы деген 3000, 200-ге түсейін деп тұр. 3200, иә, жалпы 3000-ға дейін құлау несі бар, шансы бар. Онымен ала алмайсыз. Центпен аласыз ол кезде уже. 0,01 менен 0,02, 0,03 бола ма? болады, иә. Өзі брокер көрсетіп